Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Асимон және мен сестренкам. Ұлпи. Бүгін Ұлпидің туылған күні, сондықтан общий ойын бүркең ойнап жатырмыз. Так, 23-ші үйде соған келдік. Так, мен даусыма қарамай қойыңдар жаным. Мороженое жеп алып едім, тамам кішкене ауырып қалды. Вау, оформление әдемі, я Ұлпан? Яма, қатты Все ұнады. тоже әдемі. Темасы болып тұр ғой, ё-моё. Бұл тани шығарсыңдар, иә? Менің алдыңғы историямдағы Муся деген сындай. Қазір енді фотоға түсейік. Яма. Так, енді суретке Привет. түсіріп болдық. Ой, біздің жанымызда тағы бір қыз жүр. Ханымдар скиндерін әдемі тема. Так, ендігі келесі үй 11 екен. Қараңдар. Вау, оформление қараш Ұлпан әдемі. Так, мына жерде бір хаттар бар екен. Біз сізді жақсы көреміз. Мен де сендерді жақсы көремін. Асимон топ, 1 миллион жетіңіз. Ой, рахмет. Ана жерде Ұлпидің туған күнін құттықтап қойған. Все, маған ұнады. Сәлем деп қояйық. Сәлем сөздің анасы. Дәл солай. Так, қараңдар күлген түсті. Ұлпан, сен сүйікті түсің қандай? Сүйікті түсім браун. Ой. Қоңыр, қара, Английский. ақ. И потом қызыл. Апон. Міне Ұлпанды құттықтап жатыр жаным. Так, қараңдар. Үйдің іші күлгін түсті әдемі. Енді келесі үй ол 12. Мен саған яқта, Ұлпи кел 12-ші үйге. Так, келдік. Норис 48 деген үй. Қараңдар әдемі. Оформление ұнап жатыр маған достар, блин. Прям әдемі. Я соны айтып жатыр қой. Ұлпи туған күнімен құттықтаймын дейді. Рахмет. Өзім рахмет дейін деп жатырмын. Қараңдар төбесіне дейін андай розбилер. Так, енді біз ішіне кіре берейік па, сәлем. Жазып жатыр немесе қатып қалды ода. Мен күтіп тұрмын. Біз Ұлпи екеуміз жаймен барып, қасына тұрып, суретке түсіп алдық. Достар, если сендерде ойнағыларың келсе, менің телеграм каналыма тіркеліңдер, оны комментарийге жазып кетемін. Сілтемесін. Так, қараңдар, үй прям әдемі ше. Қараш Ұлпан, андай бұрыш-бұрыштарында андай түрлі түсті радуга сияқты, андай жаны бөліп тұратын. Мәсән Ұлпан еще қараса 2-ші этажына дейін, даже комнатасына дейін ғой, ё-майо. Не десем екен енді? Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, ә? Иә. Так, рахмет, Норис. Енді біз келесі үйге барайық. Так, келесі үй ол 24-ші үй екен, келдік. Мәсән Ұлпан, қарана гаражы. Біз неқтамыз. Әдемі. Новидан шыққан оформление заттар ғой. Вау, прям қарсай ана жақта той болайын детқан сияқты әдемі безендірілген, иә? Тойдың дастархандар. Ой, қасқа енді тұрып тұра ма? Ой, бұл. Так, ана жерде розовый түсті қалай еді? Иә, сондай жарық. Ана жерде ескі оформление әдемі көрініп тұру үшін. Вот, кірер ескеде мынандай қылып қойыпты. Гаражының алдында андай әңгіме айтып отыру үшін диван сияқты әдемі нәрсе қойған ғой, ше. Так, біздің артымыздан тағы басқалар келіп жатыр. Енді біз фотоға түсеміз, келе ғой. Біз келесі үйге келдік. Бұл үйде Даша дейтін қыз әйтеуір келдік. Қараңдар, андай скин, дом бәрін цветті розовый екен. Так, қараңдар, Ұлпи туылған күнің құтты болсын деп қойыпты. Ой, рахмет. Мәсән подаркалар бар екен. Мен алып қойдым. Ұлпан, сен подаркыңды мен алып қойдым. Менде бар. Ой, алып қоям ба десем. Окей. Не істейміз, Ұлпан? Үйдің ішін көреміз ба? Қара, үйдің есігінің сыртына андай шарлар іліп қойыпты, еще есігінің төбесіне. Мәсән үлкен подарка онау. Ішіне мен кірем. Ұлпан, мен саған өзім подаркамын. Так, енді біз үйдің ішін қарап болдық. Ойлай деп жатыр, не үшін не болып қалды? Бұл жер дұрыс емес па, не жоқ? Бәрі дұрыс сияқты, Иә. Так, кеттік Ұлпан, ендеше екеуміз үйдің ішін тағы қарай береміз ба? Білмеймін.
Енше бірдеңе дейін деп жатқан шығар, может, да? Иә. Так, күтейік. Так, что-то ол жазып жатыр. Енше кеттік үйдің ішін қараймыз. Мәссаған, яқта да шарлар тұр, ұлпан. Кәмпит дейсің ба? Безендірілген ба деймде. Не знаю, оны өзің қарай сал мен. Короче, болдым. Енді фотоға түсеміз. Ендігі біз Мусяның үйіне келдік. Танитын шығарсыңдар, иә, Мусяны. Қараңдар үйдің сырты. Жоқ, тоқтайды, Мусяның үйі. Иә, бұл Мусяның үйі. Білетін шығарсыңдар, иә, алдыңғы историямда түскен. Пук дейтін Муся менің. Да, енді қараңдар. Үйің сыртың уже әдемі безендірілген. Вот, теманың темасы Асимон топ деп жазылған. Маған ұнап жатыр оқырмандарымның үйді безендіргені сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Барлығынқы маған қатты ұнап жатыр. Ұлпан, саған ше? Маған да. Сөйлемей қойыңшы десең. Так, Мусямен фотоға түсеміз. Біз фотоға түсіп болдық. Енді Аяның үйіне келдік. Бағанағы юбкасы бар, сондай әдемі қыздың үйіне келдік. Скин әдемі. Так, енді біз келдік. Үйінің сыртын қараңдар, әдемі қылып безендірілген. Менің құрбымда кірді әйтеуір. Енді бәріміз бірге суретке түсейік. Менің үйімді безендіре беріңдер, қазір барып тойлаймыз деп жатырмын. Короче, олар сұраған, енді қай жерде тойлаймыз деп, сосын айтып жатырмын. Так, қараңдар, үйдің сыртын күлгін түсті, андай светпен безендірілген. Вот, маған Брукевенде безендірген кезде күлгінмен розовыйды бірге істесе қатты ұнайды. Прям қараңғы жерде вообще әдемі болады. Ана жақта мен оқырмандарым үйді безендіріп жатыр. Қараңдар, Аян аяққа бірдеңе жазып жатыр. Қазір көреміз. Мынандай новый обновление болған кезде мынандай новый үй шықты ғой. Соған безендірулер деген әдемі жарасып жатыр. Тема болып тұр ғой. Ё-мое. Сондай, короче, осымен история түсіретін боламын енді келесіде. Енді біз не істейміз? Аяны күтейік. Ана жерде Асимон топ деп жазды. Енді қасына тағы бір бай жазып жатыр. Ұлпан ана жерде қарап тұр. Так, не жазады екен деген сияқты әйтеуір. Мен подружкам да кіріпті, ну окей. Так, келді менің подружкам. Подружкам фотоға түсіп алайық. Қараңдар, менің оқырманым сестренкама подарок беріп жатыр. Ана жерде сестренкам андай алды, енді қуанып жатыр ғой. Прям маған кеп мақтанып жатыр ғой. Ой. Молодец. Анята қуанып жатыр, мен де қуаныштымын. Енді менің үйіме жүріңдер, тойлайық. Біріншіден менің оқырмандарым қалай безендірген көрейік менің үйімді. Мәссаған, қараңдар, кірген бойда уже оформлениелер приятный андай болып тұрған. Блин, қалай айтсам екен енді ше. Так, енді мына жерде күлгін ақ, розовый. Вот, осы маған айтшы, үшеуі қосылса вообще әдемі болады. Ну, қараңғы кезде вообще әдемі болады. Мына жерде менде суретке түсіп кетіп жатыр. Ендігі екінші этажмен и потом подвал жақ бірінші тоқтайды. Короче, сол подвалын көретін боламыз. Так, екінші этажды да безендіріп тұр даже. Мәссаған. Ой. Так, адам толып кетті. Нағанда екінші этаж барлық жер. Так, ана комната безендірілген бе көрейік. Даже комнатаға дейін безендіріп тастапты ғой. Базар жоқ. Так, енді астыға астыға дейін безендірілген. Енді осыдан кейін менің оқырмандарым күшті ғой енді. Қалай күшті емес деп айтасың? Сізбен айтып жеткізу мүмкін емес. Уже сөзін таусып қалды менде. Так, наяғы что-то безендірілмепті ғой. Ой, бұл ендеше мен безендірейін. Так, ең алдымен бұл жерге жүректерден қояйын. Ұлпан кемей тұра тұр. Біз наяқты безендіріп болайық. Так, жүректі қойдым и гүлді қойып жіберейік. Приятный кейінге сондай болып тұрсың. Так, енді дастарханға әрдайым гүл тұрады ортасында. Кафеге барсаң болды, гүл. Бір жаққа барсаң болды, гүл. Сондықтан ортасына гүл қоямыз. Так, мына жерде 2 рет қойылып кетті. Оны алып тастаймыз. Ендігі тәттілерді қой дейді. Жарайды, мен қоя саламын. Так, мына жерге қойдым. Так, осыдан кейін мына жерге не қойсам екен? Мороженое, коктейль, торт соларды қоятын боламын. Так. Менің оқырмандарым күтіп жүрші, былай билеп дискотека қылсақша. Вообще әдемі болады. Достар, сендер, если Брукевенде құттықтай алмасаңдар,
осыған комментарийге жазып кетсеңдер болады. Так, енді мына жерге жарық қоятын боламыз күлгін түсті. Күлгін түсті маған ұнап қалды әсіресе. Но күлгін менің сүйікті түсім емес. Мен де сүйікті түсім негізінде қара, потом ақ, тағы бір түс бар әйтеуір. Ендігі біз не істейміз? Бастаймыз ба? Ана жақта Ұлпи сен туған күнің құтты болсын деп жатыр. Вроде бұл қызды танимын. Менің тикток видеома түскен, ұмытып қалып тұрмын мен. Аттарының барлығын жаттап ала алмадым. Так, енді біз тойлаймыз ба, Ұлпан? Окей, енді дастарханға отырайық ендеше. Біз дастархан басынамыз. Енді Ұлпи, мен саған тілегімді айтайын. Ұлпи туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, достарың көп болсын, менің лучший оқырмандарым сияқты сенде көп оқырмандарың болсын. Рахмет. Так, Райт KZ пен Аби KZ іздеп жатыр, олар маған кірмеді. Мен оларға айтуды ұмытып кетіппін. Телеграм бірден ссылканы Телеграм каналға жібердім. Тамақ ішіп болдық, енді бәріміз бірге билейміз. Юху! Біз осылай болды. Енді сестренкам айтады оқырмандарыма аниматор болыңдаршы деп. Енді оқырмандарым болғысы келген оқырмандарым енді скин жасап жатыр. Қазір күтеміз скиндер, аниматорларымыз келеді біздің қазір. Но біз ойнамадық, ойын құрмадық, себебі бізде аниматор. Мәссаған ағара, Ұлпи пони. Андай бұрын осыны мультфильм көретін, андай Қытай қазір уже көрмейді қой. Енді өсіп қой, енді Қытай мультфильм көрмейміз. Скинін қараңдаршы, әдемі. Қайдағы скин теманың темасы болып тұр ғой. Бір жаққа баратын болсаңдар, андай түрім әдемі емес қой, киім әдемі емес қой деп айтпаңдар. Себебі өздеріне ұнаса болды, қалған ешкімге ұнаудың қажет жоқ мүлде. Енді сестренкама барлығы тілегін айтады қазір. Бірге оқитын боламыз. Ема, екінші этажда мына ханшайымды ұмытып кетіппіз ғой. Біз анадай осының бір мультфильмнің аты бар ғой, қалдым, бұрын көргенмін Қытай есімде. Так, міне менің ойбай, оқырмандарым уже құттықтап жатыр. Ұлпи туған күнің құтты болсын, болашақта ютубер бол деп айтып кетейін ба дейді. Ой, бұл енді өйстіп айтасыңдар, енді қайттан келмесем мен енді неяқтан өтірік керек енді бұлайнан. Так, күтеміз. Тірек дегенде, тірек деген андай жақсы нәрсе ғой, негізі сөйтіп айтасыңдар тілек. Туған күнің құтты болсын, ауырмай жүре бер, ата-анаңды тыңда, сабағында 5 пен оқы. Рахмет деп отыр мен сестренкам. Рахмет. Міне. Не болып қалды, білейін деп отыр ғой, че-то. Не болып қалды? Так, сұрап көрейік. Нағарандар, Бегім деген қыз осындай Рапунцель қалай қалдым. Осындай бір бұл суперс емес па, кстати, Так, сол көршісіндай жазылмай тұр дейді. Окей. Так, ау. Скин тема болып тұр. Аяқта 5 шығар деп жатыр. Ұлпи туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын деп жатыр. Мынаны қарасай дейді Бегім. Өте әдемі теманың темасы ғой. Так, енді
бізде адамдар түгел ма өзі. Так, не дейді? Ой, былай нәрсе, ата-анаңды тыңдама, сені тыңда дейді. Мені тыңдаймын екен. Тыңда мені. Мені тыңда, мамам папам істесең. Даусым сендер дұрыс естіп тұрма, өзі дұрыс естіп не істеп жатсыңдар ма түсініп. Просто менің тамағым сәл ауырып тұршы. Так, Ұлпи туған күнің құтты болсын, денің сау болсын деп жатыр. Рахмет. Енді осымен достар біздің история аяқталды. Сіздерге назар лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Және менің TikTok аккаунтымның сілтемесін екі аккаунтымды да комментарийге жазып кетемін. Сілтемесін сосын Telegram каналымды да соған тіркеліп кетіңдер. Каналыма тіркелсеңдер, главный каналыма тіркелсеңдер, менімен бірге осылай общий ойын ойнай аласыңдар.